Ассалаумағалейкум. Додаға площадканы тіркеу үшін осы сілтемемен сайтқа кіресіздер, осы бет ашылады. Одан кейін мына жақта зарегистрироваться как владелец площадки деген өтеміз. Мінекей мына форма ашылады. Мына жерге мысалға компанияның атынан бастап енгізіп бастау керекпін. Мысалға ИП барыс өзі компания туралы мысалға жазып шықса, қалаған информацияны жазып, одан кейін бізде данные владельца, компанияның егесі, мысалы Бақытжан деп беріңіз, фамилия міндетті түрде емес, енгізсе де болады. Одан кейін телефон номері өңдейміз. Одан кейін почта. Почта ол кісілерде жұмыс істеп тұрған почта болу керек, өйткені алдағы уақытта пароль ұмытып қалған жағдайда ол кісілер восстановить етеді сол арқылы. Одан кейін пароль кемінде 6 цифрмен жазамыз. 6 символдан тұру керек. Одан кейін зарегистрироваться. Спасибо. Мінекей компаниямыз тіркелді. Тексеру үшін профиль бетінен бір рет кіреміз. Мінекей ИП барыс. Название компании ИП барыс, владелец Бақытжан, телефон номер, почта бәрі көрініп тұр. Яғни сәтті тіркелді. Енді одан кейін тіркелгеннен кейін филиал қосу керек болады. Филиал дегеніміз бір қалада, мысалы бір компанияның бірнеше жерде площадкілері болуы мүмкін. Соған байланысты біз филиал деп атаймыз. Мысалға филиалды қосу керек. Добавить филиал. Новый филиал қосу үшін келесідей жазамыз. Мысалға Шымкент қаласында Север. Север Арена 1 деген секілді жазамыз. Қаласы, Шымкент қаласы. Адрес бағанағыдай. Север 141А деген секілді адрес жазылады. Одан кейін ширина долгота. Бұл нәрселер сіздер белгілемейсіздер. Сіздер бірден мына жақта картаға кіресіздер. Мінекей картаны бүйтіп артқа тартатын болсақ, қазір енді карта үлкен ғой. Бірден үлкен болып ашылып кетеді. Әлемдік карта болған соң енді бірден үлкен болып ашылып кетеді. Мысалы мінекей Шымкент қаласында бүйтіп отырып, мысалға шамамен ашып отырып, северді белгілеу керек болады. Мысалы северді мына жерде мысалға болатын болса, былай белгі қоямыз. Осы ширина долгота өзі бірден автоматты түрде белгіленеді. Біз картадан местоположение былай белгілеп отырмыз. Болды. Ары қарай мысалға описание сағат 9:00 мысалға 24:00 уақыт аралығында жұмыс істейміз деген секілді толық ақпараттарды жазып кетуге болады филиалға. Описание. Одан кейін создать филиал деп басамыз. Мінекей қарасаңыздар, филиал саны 1, яғни бізде Север Арена деген филиал қосылды.